Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы ғаламшарлар. Жаңа сөздер. Ғаламшар. Телескоп. Ірі. Ұсақ. Бірінші тапсырма суреттерді атауымен сәйкестендіріп айт. Берілген суреттермен сөздерді сәйкестендіріп көрейік. Бірінші суретте телескоп бейнеленген. Екінші суретте зымыран бейнеленген. Үшінші суретте аспан бейнеленген. Төртінші суретте ғаламшар бейнеленген. Тыңдалым бойынша екінші тапсырма. Балалар не туралы сөйлесті? Айсана. Сәлем, Қуаныш. Туған күнің құтты болсын. Қуаныш. Рахмет. Бақыт екеуің маған келіңдер. Әкем телескоп сыйлады. Ғаламшарларды қараймыз. Айсана. Керемет сыйлық. Қазір Бақытқа айтамын. Қуаныш. Алақай, менің достарым келеді. Тыңдалым нұсқасының орысша мәтіні берілген, мұқият оқып алыңыздар. Айтылым, сұрақтарға ауызша жауап беріп көріңіздер. Диалогке қатысқан оқушылардың көңіл күйі қандай? Оқушылардың көңіл күйі керемет. Қарамен берілген сөйлем соңына неліктен леп белгісі қойылады. Себебі ол сөйлемдер адамның қуанышын білдіріп тұр. Айтылым тапсырмасының орысша нұсқасы. Есте сақтайық. Бұйыру мағынасында берілген сөздер. Тұр. Бері кел. Таңғалу, сүйсіну, қуану мағынасында берілген сөздер. Керемет. Өте әдемі. Қалай жарқырайды? Алақай. Үндеу, ұран айту мағынасында берілген сөздер. Алға Қазақстан. Жасасын Қазақстан. Естеріңізге мұқият сақтап алыңыздар. Жазылым тапсырмасы. 4-ші А тапсырма сөйлемдердің соңына нүкте немесе леп белгі қой. Бірінші сөйлем. Алақай, ғаламшарлар туралы фильм көреміз. Екінші сөйлем. Әкем маған телескоп сыйлады. Үшінші сөйлем. Ана жұлдызды қара, не еткен жарық. Төртінші сөйлем. Ғарышкер ағалар жасасын. Ендеше тиісті леп белгіні немесе нүктені қалай қойғандарыңызды бірге тексерейік. Бірінші сөйлемде леп белгісі қойылды. Неге? Себебі бұл жерде таңқалу, сүйсіну, қуану. Екінші сөйлемде нүкте қойылды. Ойды жеткізіп тұр. Үшінші сөйлемде леп белгісі қойылды. Неліктен? Себебі таңғалу, сүйсіну, қуану. Төртінші сөйлемде леп белгісі қойылды. Себебі үндеу, ұран айту сөзі берілген. Жазылым бойынша 6-шы тапсырма. Суретті қайта пайдалан, ең үлкен және ең кіші ғаламшарларды жаз. Кітапта берілген сурет бойынша үлкен ғаламшарлар мен кіші ғаламшарларды жазып шығыңыздар. Үлкен ғаламшарлар есек қырған, қоңырқай, уран, Нептун. Кіші ғаламшарлар жер, шолпан, қызыл жұлдыз, Меркурий. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.